Қайырлы күн әріптестер, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге мына Telegram мессенджерінде ботпен қалай тест жасауымыз керек, сол жөнінде көрсетпекпін. Мен алдында енді сіздерге не көрсету үшін мен өзім алдына тесттер жасаймын ғой, өзімнен өткіземін. Пройти тест. Бұл ботқа арнайы қондырылады. Мінекей, пройти тест деп басамыз. Қазір бізде дайын тесттердің шығады уақытпенен. Мысалға, мына сұраққа дұрыс жауап берсек, от шашу шығады дұрыс жауап берген кезде. Енді мына жерде мен қате жауап беріп көрейін. Қате болса, осындай сөздер шығады. Бұл жерге енді 30 сұрақтан, 70 сұрақтан шексіз өзіңіз қоя беруіңізге болады. Осындай тесттерді біз қалай жасаймыз, сол жөнінде көрсетемін. Сосын бұл топта, мысалы әріптестер арасында тестке дайындалғанда өте жақсы, қолжетімді, және бұл тегін. Бұндай тесттерді қалай жасаймыз? Қазір мен бұның арнайы сілтемесі бар. Бот арқылы өзіңізді жасайсыз. Тест жасаймыз. Создать новый тест. Басам. Енді мен жерден тесттің атын жазуым керек қой. Осылай жазам. Пожалуйста дейді. Қайтадан. Енді мына жерде мынандай не шығады бізге хабарлама. Осы кезде мына создать вопрос деген басамыз. Енді мына жерге сұрақ қоямыз. Ол үшін мен жаңа арнайы мына жерде дайындап қойдым. Мысалы, бірінші сұрақ. Мына берейін. Мына жерге сұрақты қоямын. Бірінші сұрақ. Енді мына жерге жауаптарын аламыз. Осы жерге варианттардың жауаптарын қоямыз. Нұсқасы. Бұны біз әріптестер арасында, топтық жұмыстарда жақсы, негізі мұғалімдерге қажетті. Немесе сынып арасында оқушылармен өткізсеңіз болады. Енді мінекей 5 нұсқасын жасадық, және бұның қай ответі дұрыс? Мынау 3-ші нұсқасы дұрыс бізде. Осыны басамыз. Анонимный голосование деген алып тастайық. Өйткені кім қатысып отқан көргіміз келеді. Я болмаса анонимный қойып қойға да болады. Так, қойдық. Болды. Мына жерге сөз жазуға болады. Мысалға, бір адам қате белгілеп қою мүмкін да. Қате басса, оған жаңағыдай қате болды деген сияқты, ойланыңыз деген сияқты сөзіне жазуға болады. Сосын создать басамыз. Не көрдіңіз? Создать жаңа басып едім мен. Енді бұны біз неше секундқа қоямыз. Әрі кетсе, біз оны 10 секундқа қоя салайық. По порядку деген басам. Енді мына тестті жаңа дайындап қойдық қой, бірақ сұрақты ғана қойып отырмын қазір. Пройти тест. Нажмите. Енді мына уақыт кетіп жатыр, қазір күтеміз. Мінекей жаңағы сұрағымыз, мына жерде уақыт кетіп жатыр, көрдіңіздер ме? Міне, сол уақыт біткенше тапсырып үлгеруіміз керек. Сосын ең соңында осы бір топта 10 адам, 20 адам болса да бәрі тапсырады ғой. Солардың аты жөні барлығына жерде результаты бәрі көрінеді. Кім дұрыс жауап берді, кім қате жауап берді, осының бәрі көрінеді. Осыны айтайын деп едім. Сіздерге түсінікті болу үшін бір ғана сұрақты алып отырмын. Осындай бот бар Телеграмда.